Саламатсыздар ма? Сабағымыз бастайық. Сабақтың бүгінгі тақырыбы компьютердің логикалық негіздеріне практикум. Мүлдем жаңа тақырып, я? Вообще бұрын болмаған ондай, я, солай ма? Алдыңғы аптада ғана өттік, негізі. Бәлкім. Тағы да тексеріп отқан ол. Хорошо. Так, енді бұл тақырып бойынша біз алдында ақиқат кестесі жайында көбірек акцент қойдық, және тест нұсқаларын қарадық. Бүгінгі енді тақырып логикалық өрнекті сызбаға, сызбаны логикалық өрнекке айналдыруды қарастырамыз. Ендеше бәрі дайын болса кері байланыс берейік, бар екенімізді білдірейік. Смайлик, қол көтеріп, реакция білгенімізді істейік. В общем, бар екенімізді білдірсек болды. Хорошо. Енді ары қарай жалғастырайық. Жалғастырғанда бастайық, ең бірінші бізде мынандай тапсырма бар екен. Логикалық схемаға қарап, логикалық өрнек құрыңыз дейді. Бұндай тапсырмалар бізде жиі кездеседі, егер білетін болсақ. Так, бұл секілді тапсырмаларды қалай шешеміз? Ол кезде бізде енді мына жерге әдейі варианттарды берген жоқпын. Бұлардың біразы тест нұсқаларынан алынған. Бірақ дегенмен де бұл жерге ешқандай вариант бермедім. Чтобы өзіміз мүмкін болатын варианттардың барлығын қарастыру үшін. Өйткені мынаның бірнеше дұрыс жауабы болуы мүмкін ғой, сәл басқаша берілуі мүмкін, амалдардың белгіленуі басқаша болуы мүмкін. Ең бірінші мынау схемаларды, блок схемаларды ажыратып алайық. Мысалы, мынау қай логикалық өрнек еді? Қай логикалық операция? Көбейту. Көбейту. Яғни бұның белгіленуі былай көбейту болуы мүмкін екен, звездочка болуы мүмкін, мынандай үйшік болуы мүмкін, end болуы мүмкін, варианттар өте көп қой. Прям end деп жазылып тұруы мүмкін. Так что сол жағдайлардың барлығын шамамен қарастырып көруге тырысамыз. Және бұл жерде бізде екі айнымалы бар, x және y. Солармен осы амалдар орындалады екен. Және x бізде инверсиядан өтіп барып қосылады екен, және x пен y-тің көбейтіндісіне. Демек, мына ортада тұрған амал, бұл бізде қосу амалы. Оны біз қосуды былай белгілесек болады, қосу десек болады, OR десек болады. Қалағанымызша белгілей аламыз. Сол себепті енді бір жалпылама нұсқасын қарастырайық. Егер бұндай жағдайда бізге өрнекті тап дейтін болса, ең бірінші алдыңғы сабақта айтқандай біз соңынан бастаймыз, ең бірінші соңында тұрған элементке мән береміз. Ол бізде қосу. Демек, соңында тұрған нәрсе бізде ортасында орналасады өрнектің. Яғни сызбаның соңындағы нәрсе өрнектің ортасында орналасады. Себебі мынау ветка бар ғой, мынау сонда таяқ, не дейміз оны ветканы? Мына жол есептелініп келіп, бәрібір қосуға кептіріледі. Мына жол бойынша да, бұл енді кішкентай сызба ғой, енді үлкенірек сызбаға келген кезде түсінеміз, не үшін соңынан бастайтынымызды. Мынау да келіп соңында қосуға кептіріледі. Демек, бұның екі жағы бар. Ортасын жазатын болсақ, оң жағы мына жақ, мынау сол жағы, немесе керісінше болуы мүмкін, оның разницасы жоқ. Қосуды ортаға жазып қойық. Енді, ол қосуға бір бетінде, мына бойынша іздейміз, мына бетінде x пен y көбейтіліп тұр. Демек, x көбейтілген y. Және екінші бетінде, мына жолмен қараймыз, x-тің инверсиясы тұр. Демек, ол былай болуы мүмкін. X-тің инверсиясы, немесе инверсия тағы да басқаша белгілену жолдарын біз білеміз, Міне осылай. Қазір бүгін енді мынау ең қарапайымынан бастадық. Қазір осының күрделі түрлері кете береді. Мыналар енді басқаша белгіленуі мүмкін, немесе екеуін орын ауысып кетуі мүмкін. Сондай жағдайда біз шатаспауымыз керек. Демек, былай да мынау да дұрыс жауап болады екен. X, одан кейін бір бетінде қосуды бүйтіп қосу деп қою мүмкін. Одан кейін x пен y-тің көбейтіндісі. X, микрофонымызды өшіре тұрсақ. Бір қарағанда, егер біз бұл тақырыпты білмейтін болсақ, мынау екеуі екі түрлі мүлде басшы бір-біріне ұқсамайтын жауаптар секілді көрінеді, бір қарағанда. Және бұл да жақша болуы мүмкін. Себебі бұл жерде екеуі екі бөлек орындалу керек қой. Мына жерде егер басқа амал болатын болғанда, міндетті түрде жақша болуы қажет еді. Мына жерге де қойсақ болады. Мына жағдайда бірақ қоймасақ та дәл солай шешіледі. Демек, мынау да дұрыс жауап екен, мынау да дұрыс жауап екен. Бірақ бір қарағанда екеуі мүлдем басқа нұсқалар секілді көрінеді. Солай ма? Бұны жақсы түсінген шығармыз, бұл уже үшінші сабақ бұл тақырыпқа қатысты, шатаспасам. Солай ма? Себебі бұл маңызды тақырыптардың бірі. Микрофонымызды өшіре тұрайықшы, тек сұрақ қоятын кезде ғана қоссақ микрофонды.
Темірлан да қосылып тұр екен, тағы бірінші Ана бір деген қосу деген ба сонда? ау. Бір деген қосу деген ба? Я, бұл бір деген қосу немесе бұл дизъюнкция немесе логикалық қосу амалы. Ол міне былайша белгіленеді. Алардың арасында тұр. Осылардың біреуі немесе деп те берілуі мүмкін. Так что ондай да вариант. Сағынет жазып тұрған жоқ қой, қосу екен кәдімгідей. Мына сызбадың ба? Біз бұл тақырыпты өту кезінде бұл сызбалардың барлығын қарастырғанбыз. Яғни бұл қосу былай беріледі. Бұл ресейлік стандарт бойынша немесе ASCII стандарты бойынша ол былай беріледі сызбасы. Сол кезде біз оның қосу екенін бірден біліп қоямыз. Ал ішінде end белгісі болатын болса, бұл көбейту. Мынандай домалағы болатын болса, бұл инверсия. Осы үшеуінің ғана сызбасын біз білеміз. Инверсияның ASCII-дағы белгіленуі қалай еді? Үшбұрыш еді ғой, және басында андай домалағы бар еді. Бұл домалақ боялуда, боялмауда мүмкін, ол ешқандай айырмашылық жоқ. Боямасақ та болады. Ағай, запись жасайсыз ба? Я, әлбетте, запись жүріп жатыр. Записті группаға жіберем. Алдыңғы сабақтарды жібермедім ба записін? Жіберді ғой. Хорошо. Мен бұл жолы дәл солай болады. Енді сұрақ қалды ма мына тапсырма бойынша? Әлі бізде бұндай тапсырмалар жеткілікті. Жоқ ағай, түсінікті бәрі. Хорошо, кері байланыс беріп отырайық. Реакциямен, бірдеңемен, шірдеңемен, тиктоктағыдай подарок жіберіп, өздерің білесіңдер. Кеттік ары қарай. Главный бар екенімізді, осылай көрсетіп қойсақ болды. Ауаға сөйлеп отпайын. Егер үндемей отыра берсеңдер, менде интернет өшіп қалса да мен байқамай қалам, Так что әрдайым реакция білдіріп отырайық. Енді бізге келесі тапсырма түрі кестеде берілген есептің нәтижесін табу үшін үшінші бағанның мәні. Яғни мына жердегі үшінші бағандағы операцияны толтырамыз, то есть логикалық кестені. Ақиқат кестесін. Так, мына жердегі амал бізге көрінбей тұрған болса, жақындатып қарайық. Мына жерде А-ның үстінде инверсия тұр. А-ның инверсиясымен B-ны көбейтіпті. Бірақ оны не үшін өйткен екен, себебі мына жақта ол жоқ та ғой. Бізге бәрібір, бізге разница жоқ. Мынаны игнор ете салайық онда, Сөйтіп мынаған қарайықшы тек қана. А-ның инверсиясын B-ға көбейтейік дейді. Бұндай жағдайларда да ақиқат кестесін алдын сабақта өткенбіз. Сонда да игнор етпей ақ қойық. Бірінші жолда қанша шығатынына бірде айтатындар бар ма? 0 0 шығады. Енді не себепті 0 шығатынын қарайық. А-ның инверсиясы 1, мына жерде, 1-ге 0-ді көбейтсек, ортада тұрған амал көбейту ғой. Ол жағдайда бізде 0 шығады екен. Енді дәл сол логика бойынша А-ның инверсиясы жағдайда 0, 0-ге 0-ді көбейтсек 0 мына жерде 0 1 болады жерде, Себебі мына жерде 0-дің инверсиясы, микрофонымыз шулап кетті. 0-дің инверсиясы 1, 1-ге 1-ді көбейтсек 1 болады екен. Мына жағдайда 0. 0, себебі 1-дің инверсиясы 0, 0-ге 1-ді көбейтсек 0. Енді бұл алдыңғы сабақ етін, ақиқат кестелерін алдыңғы сабақта қарастырғанбыз. Бірақ соңында да сұрақ болатын болса, неге ана жерде 0, неге ана жерде 1 деген сұрақ болатын болса қояйық. Жоқ болатын болса реакция жіберейік, ары қарай жылжимыз. Хорошо. Қалған уақыттарда микрофонымызды өшіріп отырайық. Өте қатты шум беріп жатыр. Қажетті кезінде қосып сөйлей берсек болады. Ол жерде ешқандай не жоқ еді. Запрет деген қазақша қандай еді. Сондай нәрсе жоқ. Түсіндіре алдым, Енді логикалық сызба бойынша логикалық өрнекті көрсетіңіз. Так, бұл жағдайда да бірнеше вариант болуы мүмкін. Так, бұл жерде мен кішкенен жоғары көтерем ойын. Тиым, бәрекел. Нұртас, молодец. Ешқандай тиым жоқ. Наным, сенім, ондай ештеңелер жоқ. Так, енді мына жерде бізде 3 айнымалы екен. Сәл қызығырақ екен, уже қызығырақ. Так, С, А, Б, С. Қысқаша айтқанда, мына жерде соңғы инверсиямен аяқталып тұр екен. Ол деген нені білдіреді сонда? Соңғы инверсия болса. Мынаның бәрі есептеліп келеді екен да? Соңында инверсия болады. Терістеліп шығарылады, дәл солай, Енді жеке-жеке жазып көрейік. Мысалы, бұл жолы соңынан бастамай ақ қойық. Ортасы инверсия болғанда, инверсия жалпылама инверсия болатын шығар. Бірақ дәл қазіргі жағдайда біз ең бірінші амалдан бастайық. Так, ең бірінші амал бізде мынау қай амал еді? Ішінде бірі бар. Көбейту. Қосу. Ішінде бірі болатын болса, ол дизъюнкция немесе қосу амалы етін. Яғни С мен А қосылып тұр. Жеке-жеке амалдарды жазып алайық. Одан кейін
С мен А қосылып тұр. Одан кейін олардан шыққан мәнмен Б көбейтіліп тұр. Яғни мыналардан шыққан мәнге Б көбейтіліп тұр екен. Демек, одан кейін осының бәрінен шыққан мән соңында Инверсия. терістеліп тұр. Мынандай жауап болады екен сонда. Түсіндік па? Иә. Барлығынан шыққан мән терістеліп тұр екен. Енді басынан басқа да варианттар болуы мүмкін екен бізде. Қандай варианттар болуы мүмкін? Так, естіліп тұр ғой? Басқаша вариант. Енді бұл енді басқаша болғанда мүлде бәрі түбегейлі өзгеріп кетпейді. Бұл жерде мынаның орнына просто басқаша берілуі мүмкін, мына белгі басқаша берілуі мүмкін. Сонда да бәрібір осы құрылымы қалады. Әріптер орнымен ауысып кетпейді. Просто басқа таңбалармен қосуды былай беру мүмкін. Мені қосылады. Одан кейін ол көбейтіледі. Бұға сосын осының инверсиясы дегенді былай көрсету мүмкін. Екеуі бір қарағанда мүлде басқа секілді, бірақ бұлардың, то есть бұл екеуі бір нәрсе, е? Енді ары қарай жалғастырайық. Сұрақ бар ма осы бойынша? Кері байланыс берейік. Жоқ. Ешқандай сұрақ жоқ. Жоқ. Ары қарай жылжып кете берейік ендеше. Так. Асқар жазда көлге бармайды және тауға барады сөйлемнің логикалық функциясын көрсетіңіз. Біздің тақырыпқа қатысты ма? Не нәрсе мынау? Жоқ. Қатысты емес. Қатысты. Қатысы бар ма ғой? Иә, Қатысы бар. логикалық функция дейді. Қараңдар, мәссә, мұндай да болады екен, өтірік, бірінші рет көріп тұрған сияқты бола салайын ба? Мен жасадым болсын. Енді Асқар жазда көлге бармайды және тауға барады дейді. Бұл бізде сөйлем түрінде берілген пікір, немесе айтылым, иә? Логикалық айтылым бізде тек қана, мысалы, былай беріле салмайды. Мысалы, бізде обычно былай беріледі, А тең 0. Болды. А деген бізде жалған екен деп қабылдаймыз, немесе былай беріледі. А тең 1. Ой, А деген ақиқат екен. Оңай, ал ол былай да берілуі мүмкін. Сөйлем ретінде де берілуі мүмкін. Және ол бізде айтылым ретінде, пікір ретінде берілуі мүмкін. Логикалық өрнек ретінде де берілуі мүмкін. Ол қалай? Мысалы, А тең 0 деудің орнына мынандай өрнек берілуі мүмкін. 0 үлкен 2-ден. Мынау қандай бізде өрнек? Качество. Нұрсұлтан качество туралы не дейсің? Качество жалған. Качество не? Нашар көрініп тұр ма? Жалған. Жарай болып жүр. Нормально ғой? Боп тұрады онда, Бұл жалған, демек жалған ол тек қана былай берілмейді, былай да беріледі екен. Енді осы орайда бір тапсырма көрсетіп өтейін. Бұны көрсеттім ба, айттым ба, айтпадым ба? Бұты да ондай міндетті түрде келеді. Олар ондайды жақсы көреді. Мысалы, былай тапсырма келуі мүмкін. Мынаған ағылшынша былай end дейсап, Так, одан кейін. Және осыны да былай жақшаға аласап. Осындай тапсырма ұбытының өзінде келген. Наурыз ұбытысында осыдан 2 жыл бұрын келді, деймін. Так, бұл жерге end емес ор жазайық. Так, былай да тапсырма келу мүмкін екен. Енді бұны қалай шығарамыз? Енді логично, Бұл жерде мынау айтылымдарды жеке-жеке қарастырамыз. Мысалға, мынау айтылым бізде 0 үлкен 2-ден деген бізде жалған, солай ма? Мынау бізде 2 үлкен 1-ден ақиқат. Осылай қарастырады екенбіз. Мынау end деген қандай амал? Көбейту. Көбейту амал. Демек, көбейту, және деген көбейту амалы. Енді оны оңайырақ жаттап алу үшін бізде миымызда бірден ассоциация пайда болу үшін және логически ойландыршы, 2 шарт айтылады да. Ол ақиқат болу үшін біріншісі де және екіншісі де ақиқат болу керек. Ол конъюнкция. Біріншісі және екіншісі, яғни екеуі де ақиқат болса ғана ақиқат болатын. Ол бізде конъюнкция ғой, солай ма? Иә. Ал дизъюнкция ақиқат болу үшін біріншісі немесе екіншісі ақиқат болса жеткілікті. Немесе деген ол дизъюнкция, яғни ол қосу.
Ол ақиқат болу үшін біріншісі немесе екіншісі ақиқат болса жеткілікті. Ал конъюнкцияда біріншісі және екіншісі екеуі де деген сөз ғой. Енді жаттай алдық па? Сондай бізде бірден ассоциация болу керек. Және конъюнкция дегенде бізде к көбейту деп есімізде сақтап қалуымыз керек. Сол кезде оңайырақ. Яғни к көбейту конъюнкция. Жақсы. Енді мына or деген сонда қалай аударылады қазақшаға? Немесе. Немесе. Және бұл қандай амал? Қосу. Дұрыс. Қосу. Теріске шығару ол not. Not немесе емес. Ол теріске шығару. Емес деп теріске шығарып тұр ғой. Анау немесе біреуі ақиқат болса, немесе екіншісі ақиқат болса жеткілікті. Так, мынау пікір қандай? Жалған ба, ақиқат па? Жалған. Жалған. Мынау? Ақиқат. Ақиқат. Бұл ақиқат. Так, демек, мына жақшадан не шығады бізде? 0. 0 шығады. Мына жақшадан? 1. 1 шығады. 1. Себебі немесе тұр бұл жерде. Сонымен ордың арқасында бұл жер бізде 1 шығады. 1 болады. 1 болады. бұл, я, 1 болады. Міне жауап. Мынау бізге мешайт етеді. Так, негіз біз мүлде өте қатты ауытқып кеттік, сәл-сәл емес, прям қатты ауытқып кеттік. Так что битик. Бұл бізге слайдымызда болған жақсы әрине, бірақ бұл орында емес, бұл тапсырманың қасында емес. Бұл бізде мүлде басқа жерде болу керек. Так что мен бұны астына қарай құрт жіберейін. Так, мына жерге құрт жіберейін, допустим. Сақталып тұрады, бірақ кейіннен соңынан қараған кезде аға. Қазірге келген жерімізден жалғастыра берейік. Келген жеріміз бұл емес етін. Міне, Асқар жаздаға вообще қатысы жоқ қана. Асқар айдылада қап кетті. Енді мынаған келейік, Асқардың проблемасын шешейік. Асқар жазда көлге бармайды дейді. Бұл қандай айтылым? Ақиқат. Жоқ, бұл қандай операция? Асқар жазда көлге бармайды дейді. Теріс. Жалған. Жоқ, олай емес. Бұл инверсия. Бармайды дейді. Бұл терістеу. Жоққа шығарып тұр ғой. Айнымалысын терістеп тұр. И мына жерден қараңдар, мынау операция және деген. Және деген міне тауға барады. Яғни міне бұл. Мынау бізде айтылым, мынау да айтылым. Ортасындағы амал. Мынау айтылымның өзінде бармайды деп тұр. Оны теріске шығарып тұр. Сол себепті бұл терістеледі. Мынау обычный айтылым. Ол ақиқат болуы мүмкін, жалған болуы мүмкін. Және тағы да бізде пікірдің түрлері бар. Мысал үшін, қыста құстар жылы жақтан келеді деген айтылым бола алады, пікір бола алады. Ол жалған. Немесе мынандай да айтылым жасасақ болады. Мысалы, жазда жапырақтар сарғаймайды десек, ол уже терістеу болады. Жазда жапырақтар сарғаймайды. Түсіндік па? Ол қалай? Кішкене логически ойланып көрейік. Егер жазда жапырақтар сарғаяды десек, я? Жазда жапырақтар сарғаяды деген айнымалы мынау. Соған тең. Ол жалған, я? Ал егер жазда жапырақтар сарғаймайды деп мынаны терістесек, ол ақиқат емес па? Сарғаймайды, я? Ақиқат. Түсіндіңдер ма? Сонда терістеу ме екен? Мына жағдайда не үшін терістеу болған түсіндік па? Себебі мына жерде майды, бармайды деп тұр. Уже теріс деп тұр. Мынау айтылым егер ақиқат болғанда, ол бармайды мен оны жалған қылып жіберетін еді. Жалған болғанда оны ақиқат қылып жіберетін еді. Сол себепті мынау сөйлемнің логикалық өрнегі мынандай болады. Немесе мынандай болады. Түсіндіре алдың ба? Ағай, түсіндім. Қызық пеген? Бірақ өмірде бұдан да қызық нәрселер бар ғой. Жақсы, алдыға қарай жылжайық. Берілген электрлік сызбаның, жарайды, электрлік логикалық сызбаның өрнегін анықта. Енді бұның өрнегін бағанағыдай соңынан анықтай саламыз. Демек, ол қалай? Мынау бізде қандай амал? Қосу. Қосу амалы. Демек, ортада қосу болады. Қосу деп былай жазсақ болады. Оған бізде А терістеліп кіріп тұр. Оны қалай жазамыз?
Аха, және Б Ай. инверсия. В теріс деген. Оның инверсиясы. Инверсия. Бол. Или былай жазылуы мүмкін, иә? Жақсы алды. Сөзбен қалай болады? Ор болады, иә? Or. Тағы да қалай болуы мүмкін. Былай да мынау да дұрыс болады. Мынаның бәрі бір қарағанда әртүрлі сияқты, бірақ барлығы дұрыс. Бүгінгі негізі біздің мақсатымыз осыны түсіну, иә? Барлығы. Марк Цукерберг кірді. Ерігіп отыр, иә? Хорошо. Сұрақ бар ма? Жоқ. Ағай. Жарайды, Сұрақ ендеше алдағы қарай жылжайық. Жоқ, жоқ. Берілген тағы да сызбаның өрнегін анықта. Міне, енді қызығырақ болайын деді. Ең ортасында не тұрады, кім айтады? Қосу. Көбейту ма? Мынаған қараңдар, мынау қосу емес пе? Қосу. Бұны қалай жаттап аламыз? Бұл жерде өзі екі ақ вариант бар. Ішінде либо бір тұрады, либо end тұрады. Endтің және екенін білеміз. Бұл болса конъюнкция. Көбейту. Аха, көбейту. Егер ол жоқ болса, бір тұрса, демек бұл қосу. Микрофондарымызды өшіре тұрайық, өте қатты шум беріп жатыр. Қажет кезінде қосып отырамыз. Енді демек ортасында қосу болады екен, бәрінің ортасында қосу. Енді оның екі жағын қарастырып көрейік. Бір жағымен былайынан кетейік. Мынау бізде көбейту амалы, оған а мен бір кіріп тұр. Демек, мына жағы бір жағында, мына жағы қарапайым екен. Просто а көбейту бір деп жазыламыз. А, end, б. Endімнің мазасы жоқ қой что-то. Енді әдем бол. Так, мына беті сәл күрделірек екен, қараңдар. Бұл жерде бірдеңе көбейтіліп жатыр, олар еще терістеліп жатыр. Бірақ күрделілігі жоқ. Мына нүктенің ешқандай мағынасы жоқ екенін айтып едім. Есімізде бар ма? Жақсы, бұл нүктенің ешқандай маңызы жоқ. Бұл әшейін тұр да просто. Енді бұл мынау инверсия арқылы өтеді, с-да инверсия арқылы өтеді, және мынау көбейту амалы. Демек, жақшаның, то есть мынау қосудың мына бетінде не болады? Инверсия. Б инверсия Көбейту ма? Көбейту. Жақша болады ағай. Б Ша инверсия, болады. көбейту, С. Терістелген С. терістелген. Бол, мынау жауап. Немесе басқаша жазып көрейік. Бұлай жазып көрейік. Мынау бұлай беруі мүмкін. Мынау да дұрыс жауап, е? Мынау да дұрыс, мынау да дұрыс. Екеуін орын ауыстырсақ та дұрыс. Ол кезде шатасып қалатындар бар негізі өмірде, е? Бұлай беретін болса, мысалы, ойланып қалатындар бар. Мынау дұрыс емес қой деп, е? Әртүрлі жазуларын көре берейік. Мынау дұрыс па? Жоқ. Ай, дұрыс. Дұрыс. Просто жақшаны екі бет ауысты, одан да ештеңе өзгермейді. Так что мына үшеуі де дұрыс. Егер үш жауабы дұрыс болатын тест нұсқасы болса, мына үшеуі дұрыс жауап болатын еді. Сұрақ бар ма? Жоқ. Жақсы, ендеше алдыға қарай жылжайық. Мына сызбаның өрнегін анықтайық. Мәссаған, бітпейді ғой, мына бәле көп қой, а? Так. Ең соңында қандай амал тұрады? Көбейту. Қосу. Көбейту. Неге әртүрлі айтып жатыр? Мынау қандай? Және деген. Және деген бе? Және деген көбейту. Аха, дұрыс. Так, көбейту. Осының өзін жазылайықшы прямо. Так, бір бетінде мынау нені білдіреді мынау? Қосу. Так, қараңдар, мына жерде мынау шатасып кетті. Мынандай белгі болмайды. Себебі мына жерде бір ғана кіріс, бір ғана шығыс, бұл инверсия. А мынау қандай амал сонда? Қосу. Бұл қосу және инверсия. Қосу. Бұның бұл былай жазылады мына. Қосу және инверсия, шынымен дұрыс айтады. Мына мынандай домалағы бар. Сол себепті бұл жай ғана а қосу б емес, оның терістелген түрі. Бұның сызбасы осындай болмақ. Енді ол қалай болды сонда? Бұл x1 мен нені қосады? Мынаны қара.
мына x2-ден шыққан терістеліп шыққан мән мына жаққа да кетеді дейді. Бұндай да қызық болады екен, ә? x2-ден шыққан мән терістеліп шығады екен да. Ол мынаған барып қосылады екен. Еще мынаған да барып қосылады екен. Ол деген нені білдіреді? Жақшаның мына жағын реттеп алайық бірінші. Ол жағында x1 бірінші қосылады x2-нің терістелген түріне. Алыстан бастайық. x1 былай жазайық. Қосылады терістелген x2-ге. Дұрыс жаздым ба? x2-ні. Міне, x2 терістеліп келді да, x1-ге қосылды да, бұлардан шыққан жауап терістелді. Оны қалай жазам? Үстінен бет жақша қаламда, бұлардан шыққан жауап терістелді деймін. Қайтадан. x2 терістелді да, мына жерге келіп кірді. x1-дің өзі кеп кірді. Және шыққан жауап терістелді. Еще ол тағы терістеліпті ғой, ә? Демек, мынау бір терістелді, одан кейін ол тағы да терістелді. Мына қызықты қара, мен тағы да терістелді. Қызық ба? Так, сонда не болды? Я дұрыс, x2 терістеліп келді. Мына жаққа қосуға кірді, x1 кірді қосуға, ол жауабы терістелді да, одан ол тағы да терістелді. Екі рет терістелу тұр, ол тұр келді да көбейтуге кірді. Демек, мына жерде ештеңе болмайды. Мынаны сол жақындата салайын. Түсініп атырық па? Екі рет терістеліп тұр бұл. Түсінікті болу үшін бір терістеуді бұлай белгілей салдым жақтан сыртына. Бұларға қазір сан беріп көрсек, көреміз қанша шығатын. Так, ары қарай. Мына беті енді, мына ветканы қазір қарап шықтық. Енді мына жол бойынша көрейік. Бұл қақтан шыққан өз. x3-ге бірден жазып қойық. x3-тің өзіне. Мынау қандай амал? Қосу. Таңба бермейік. Қосу дейді. Сөйтетті, мына x2-нің инверсиясы. Мынаны біз бейтіп жақшаға алмайтын болсақ, мына жерде бірінші көбейту амалы орындалып кетеді. Сол себепті біз оны жақшаға алуымыз керек. Мынау бізде жауап екен. Болды. Жауап осы. Немесе басқаша белгілеуге де болады. Ол қалай? Басқаша, бұлай екі жақша саламызда. x1 ор. Бұлай беруге болады. x2 бұның инверсиясының инверсиясы деп беруге болады. Екі рет. Одан кейін end x3 ор x2-нің инверсиясы. Әсі. Мен артыма барып тығылып қалдым, ма? Түсіндік пе? Бүйтіп қаша тұрайын ба? Енді көрінді қақынса? Хорошо. Так, ары қарай тағы да біз не білуіміз керек? Бұл тапсырма бойынша мән беріп көрсек болады, қызық болу үшін. Кімге қызық керек мысалы? Мән беріп көрейік. Мына жерге наны 0, наны 1, наны 1 деп алайық. Сонда, мына 0 болатын болса, 0 бізде инверсияға, то есть қосуға кірді. Мына 1 инверсиядан өтіп 0 болып қосуға кірді, я? Мына жерге, значит, 0 мен 0 кіріп тұр, солай ма? 0 мен 0-ді қосқан кезде 0, оны терістесек. Мына жерге 1 кеп кірді, қайтадан терістелді да 0 шықты. Жауабы 0 болады. Келсеміз ба? Әрине. Себебі мына жерге нені қойсақ та бәрі 0 шықпай ма? Болды. Аста ауыртудың қажет жоқ екен. Ауыртып көреміз ба? До конца көрейік онда. Ақыр ауыртқаннан кейін. Так, мына 1 инверсиядан шықты. Мына мына жерде де қате. Мына 1 болмайды мына жерде. 1 ғана кіріс қой өзі, қалай ол жерде 1 тұрады. Бұл тек қана инверсия. Енді қате вариант болып шықты ғой мынау. Так, 1 инверсиядан өтті, мына жерге 0 тұр, мына жерге мына жаққа барып кірді дейікші 0-ді. x3-тің өзі 1, мына жерге 1 кірді. 0 мен 1 қанша келеді нелерге? 0. 1. 0 мен 1-ді қосса 1 болмай ма? Сонда, мына жерде қызығырақ болу үшін, біз мына жерде мынаны 1 қылсақ қызығырақ болады екен. Сол кезде мына жерге де 1 келеді. Мына жерге 0 кіреді. 1 шығады. Мына жерде 1 болады. Енді қызық болды. Точно ма? Тексерейік. 1-ге 0-ді қосамыз. 1,
терістеліп 0 болады, 0 терістеліп 1 болады, 1-ге 1-ді көбейтеміз, 1. Ура! Әдемі жауап шықты, иә? Алақай, біз жеңдік. Так, сұрақ бар ма? Сұрақ кері байланыс, алдағы жылжиық. Жоқ ағай, сұрақ жоқ. Түсінікті болды. Жақсы кеттік ары қарай. Так, мына жерде не дейді? Мәссаған. Ұттық біз, жеңдік. Так, мына өрнекті сызбаға айналдыру керек. Керісінше да сонда, Енді оны қалай істейміз? Қап, ондайға дайындалмай едім. Так, А көбейту. Соңынан бастайын ағай көбейтуді. Ау, Соңынан бастаймыз. соңынан бастап сап тастаймыз ба көбейту деп? Ең бірінші схема саған кезде, хотя бы А мен Б-ны жазып алмаймыз бірінші. Екі айнымалы бар дейік. Сөйтейік та, мына А дейік. Көбейтілет дейік. Бүйтіп әкелеміз да міне. Оп, көбейтілет осы А. Не нәрсеге көбейтілет? Б мен Б-ның инверсиясына. Сонда қарандар, бүйтеді екен да бұл. Б-ның біреусі бүйт инверсияға кетіп қалады. Аха, мынаны қара. Сөйтеді да, Б-ның өзі бүйтіп келатады да, мынадан шығады да, бір көбейтілі болады. Мына жерде. Схеманы қоя тұрайықшы, асығып кеттік. Мына жерде ол бір көбейтілі болады. Сөйтіп осы келеді да, неяқа, оп, дейді да, тағы бір көбейтіледі екен. Дұрыс па? Әрине. Қарандар, сонда мынау А өзі бүйтіп келді да көбейтуге ана Б-ны күтіп тұр. Ол Б өзімен өзі терістелді да, өзімен өзі көбейтілді да, келіп мына көбейтуге кірді. Түсінікті манасыз ба, или түзурек қып сызайын ба? Ағай, түсінікті. Нормально. Нормально болса болады. Маған да нормально сияқты. Ары қарай жылжиық онда. Қисық-мисық бірақ ұнап тұрған жоқ. Мәссаған, мынаны қарайын. Тағы да екі айнымалыны жазып алайық. Айнымалы А-ны, Б-ны жазып алайық. Енді бұл бәлет Б деген тұрады екен да, бағанағы А сияқты ғой, бүйтіп неқа апарасылайықшы, бүйтіп көбейтуге. Оға дейін не болатын белгісіз. Так, енді А деген Б-ға бірінші, мынау қандай амал? Қосылады, ағай, қосылады. Қосылады. Ойынан бүйтпей ақ қойық. Бұл обычно былай жазылады. Бүйтіп келеді да, анау. Екіге бөлініп кетуші еді ғой. Бүйтіп кетіп қалады. Мынау бүйтіп өзі кетіп қалады. Мәсаған. Не болып кетті мынау? Мәс. Бұтшыт болды ғой. Мына жерге келіп қосылады ол. Мына А мен. Бұдан шыққан нәрсе бараттан көбейтуге кіреді. Б-ның өзі барып көбейтуге кіреді. Мына жерге картошка егеміз. Дұрыс па? Правильно. А мен Б-ны қосылды. Мына жерге обычно бүйтіп домалақ қойып қояды. Бірақ оны ешқандай мағынасы жоқ. Оны инверсия деп ойлап қалмаңдар. Б мен А қосылды, міне мынау жақша. Сөйтті да, бұдан шыққан нәрсемен Б екеуі көбейтілді. Қандай керемет, Ары қарай жылжи аламыз ба, кері байланыс берейік. Кеттік. Следующий. Реакция. Аха, микрофон обязательно емес. Қол көтеріп, реакция жіберіп, смайлик жіберіп. Ойбай, жауып кетті ғана жаққа. Сұмдық ай. Болды, сабыр сақтайық. Енді А мен Б мына жерде схема түрінде беріліпті. Осы схеманы біз керісінше өрнекке айналдыруымыз керек екен. Мәссаған. Оны білеміз ба қалай айналдыратынымызды? Кім айтады екен? Көмектесіп жіберіңдерші. Ортасына көбейту қоямыз. Бәрін ұмытып қалдым табан астында. Бірінші көбейтуді жазып аламыз. Көбейтуді жазып аламыз. А мен В көбейтіледі. Аха, сосын. Көрінбей қалды ағай. Экран шығады. Көрінді. Ой, бұл байқамай. В-ның инверсиясы. Так, ең бірінші мынау ортасында не тұрады? Мынау қандай амал? Көбейту тұрады. Көбейту. Ал мәңді көбейту. Сосын бір жағында не болмақ? А мен қосамыз да оны инверсия алайық.
А мен Бір бұны жағынан. қосып инверсиялаймыз дейді. Сонда Иә. былай ма? А қосу Б, оп, Инверсия. терістелген. Мәссә. Мына бетінде не болмақ сонда? Оның терістелген мәні. Бұның инверсия. Инверсиясы. Болды. Жақшаға ол обязательно емес. Ә. Болды, бітті. Болды, жоқ басқа. Сұрақ бар ма? Жоқ. Кеттік ары қарай. Сұрақ болса сұраңдар, ол білмеген ят емес. Мәссә, мынандайды көрмеппін мен вообще. Өтірік таңқала берейін да, я. Так, және мына жерде немесе, мынау немесе. Қандай амалдар? Көбейту мен қосу амалы тұр. Көбейту мен қосу ағай. Мынаның өрнегін жазып, одан кейін берілген мәндер бойынша шығарайық. Мынау сонда қандай амал? Көбейту деді біреу, я? Мынау Қосу. Так, Және ортасында көбейту не немесе тұрады? қосу. Дұрыс айтасың. Ортасында не тұрады? Қосу. Аха, бір бетінде не болады? Көбейту. Көбейту. Нөл көбейтеміз. Сол жағында көбейту Нөл болады. ол. Яқта? 0 мен 1-дің қосындысы. Қосылады. Bir болады жауабы. Бөлме өтіп кетті. Жауабы? Бір. Bir болады. Мәссә. Сонда 0 мен 1 көбейтіледі да, мына жерге қанша кіреді? Нөл ана. Мына жерден Нөл бір өзі. Бір. Бір бір келеді. болады. Болды, Қосылып бір болады. болды, жеңдік. Победа. Алақай. Сұрақ? Жауап айтсынып болды әрі. Керемет. Ғажап. Таңғажайып. Мынау қалай болмақ? Бірінші көбейтілетін. Ортасында Қосу. се болады ортасы. Терістеу. 0 мен 1-дің қосындысы, көбейтіндісі. Көбейтіндісі. Сосын терістелген 1 мен қосындысы. Bir. Жаққа алып қосамыз бірді. Жақшаға аламыз, дұрыс айтасың, я? Қосамыз бірді. Бірді. Сосын? Шыққан сан Терістелген. тестейміз. Оны теріске шығарады. Терістелген мәні. Инверсия алаймыз. Инверсия. Шыққан сан тестейміз. Жоғарыда Жақша инверсия өтіп болады. жаққа. Өзі терістелген. Бәрін, е? Ой, қаттаушыланып кетті ме? Иә. Бәй, аккуратно слышь. Бітті сонда, е? Нөл шығады жауабы. Еще жауабы да бар міне. Мына жерден не шығады сонда? Жоқ па? Нөл. шығады. Нөл. Не нөл шығады? Бір. 1 шығады. Бір жат бір тестесең нөл. Нөл шығады. Жауап шыға салды ғой, е? Е, Сұмдық-ай. Логика, я. Ақыр заман балалары дейді. Кеттік бәрі қарай. Сұрақ. 2025. Жоқ сұрақ. Альфа ұрып. Жоқ. Болды, кеттік ары қарай. Мәссә, мынаны точно шығарамаймыз, бітті. Изи. Осы жерге келіп қалдық, бітті. Көбейтеміз. Мынау көбейту ма? Шығады. Мақұл. Айттым ғой шықпайды. Ортасында қосу. Мынау қосу. Амен. Амен бұны көбейтеміз. Амен бұны көбейтеміз. Қалғандарымыз түсініп жатырық па? Бір-екі адам Ой, айқайлап қалғандар үндемей отпасын. Алиса өз шығасын. Байымыз бағай. Амен бұны не қылады дейді? Көбейтеміз. Аха. Ой, не істеп жатырық біз? Сызбаймыз ба? Бәсе, Бірінші нелерді белгілеп абысыны. Аха, апасыны белгілеп алайық. Бәрекелді. Міне, енді кеттік. Амен бұны көбейтесің дейді, е? Иә. Оп, бүйтіп, оп, деп келейік та. Түп түзу, е? Амен бұны көбейттік. Сосын не болмақ ары қарай? Бұны Бұның инверсия андай алаймыз. екіге бөліп кетеді ғой. Нұсқанысы Мына бар. жерден екіге бөлсем ба деп отқам да ақырас. Сөйтіп, екінші бөлігі не істейді оның? Инверсия Бұл аланады. мерсінің терістелген мәні. Терістелінеді. Бірінші инверсияны аланады, е? Иә. Сосын не істейді ол? Соның Инверсиясымен Иә. Соның инверсиясымен не істейді дейді? көбейтіледі. қосылады. Көбейтіледі. Наны қара. Қосылады. Көбейтіледі. Көбейтіледі. Наны қара, біреу қосылады, біреу көбейтіледі дейді. Көбейтіледі ағай. Төбеге қарап тұрса, мына үйшік, конъюнкция. Осыны бір жылдары бір орыс группасында бір оқушым бейді. Қыз ғой, тырнағына маникюр қылып сабапты осын.
бүйтіп сағанда Yo. қасына бүйтіп қойған ғой. Келесіні бүйтіп сағанда бүйтіп қойған. Ананы қара, я. Мәссаған. Жігіттерге болмайды енді маникюр, енді өздерің білесіңдер бірақ. Негізі да бір қыз сөйтіп істеп апты. Енді бұлай да жаттауға болатын шығар, білмеймін. Қалай елестетеміз бұны, қалай жаттасақ екен. Осылай өшім. Так, мынау не істейді арға? Мына жерге тоқтап қалдық қой. Көбейтіледі. Көбейтіледі. Көбейтіледі ағай. Көбейтіледі, болды. Енді дұрыс. Одан кейін қосылады. Осының бәрі, я? Мына не схема болды, мынау сұмдық схема болды. Бәрі бір. Бітті. Өте түзу әрі керемет Әп-әдемі, я? есеп. Лишний іштейінде ешқандай деталь жоқ. Так, сұрақ бар ма? Микрофонымызды өшірейікші, өте қатты шум беріп жатыр. Жоқ, сұрақ жоқ ағай. Сұрақ жоқ па? Ендеше реакция берейік, келіп ойланыс. Өшірдім. Так. Ары қарай жалғастырайық ендеше. Мынау не бөле тағы? Бұны өрнекке айналдыру керек. Біздің тақырып бүгін өзі өрнекті сызбаға, сызбаны өрнекке айналдыру ғой. Енді Аның инверсиясы. Ортасына қосу. Қосылады, ортасына бірінші қосу. қосу қойып алайық, а? Қосуды былай қойсам бола ма? Иә. Ағай түсінікті қоя бересіз. Жақсы. Аның инверсиясы болады. Бір жағында аның инверсиясы дейді. Асықпасай Алиса. Сосын, Берік сөйлемешсің. сосын. Ой, көбейтілген Б. Көбейтілген Б, дұрыс айтасың. Көбейтілген Б. Міне, оны қақтан білдік деп отқандар болса, А инверсиядан өтіп көбейтуге кірді, Б-ның өзі көбейтуге кірді. Сөйтті да осының бәрі мынау біз жазып қойған қосуға кірді. Бұны жақындатып қойық уже. Мәссаған. Бұның инверсиясы болады. А көбейтілген, бұның инверсиясы. Көбейтілген А. Көбейтілген Б-ның инверсиясы. Бұның инверсиясы. Так, А дейсақ болады, көбейтілген Б-ның. Бұның инверсиясы. Болды ма сонда? Тағы көбейту тұрғы. Қосу. Қосу ғой, ортасында тұр ғой. Мынау не сонда? Мына шпагатқа отырғызып тұрып жазып қойдым ғой. Қосу. Бүйтіп жаза салайыншы, анау қатты шалқайып кетті. Бүйтіп кетті ғой. Түсінікті ма? Иә. Сұрақтар бар ма? Орынды сұрақтар бар ма? Орынды. Жоқ Ұттық ондай. бағай. Жеңдік. Алақай. Абел. Алдыға жылжи аламыз ба? Бір орында қақпай. Иә. Мәссаған. Точно шығарамаймыз. Мына қара сұрақ белгісі пайда болды мына жерде. Айтып көрмегенбіз ғой. Не болады енді сонда бұл? Ортасында қосу болмай ма? Көбейтеміз. Аха. Қосамыз. 1 мен 0-дің көбейтіндісі. Көбейтіндісі. 1 мен 0-дің көбейтіндісі. Одан кейін 1 мен 0-дің көбейтіндісі терістелген мәні. 1 мен 0-ді Қосымсы. Қосындысы. Қосымсы. Міне 1 мен 0-дің Инверсия. көбейтіндісі. Екеуінде теріске шығарады. Екеуінде теріске шығарады. Екеуінде емес, нәтижесін. Иә, нәтижесі. Екеуінде деген ол былай болатын еді. Иә? Жеке-жеке. Ана нәтижесін. Сұрақ. 0 болады. Жауабы. Мәссаған, еще жауабы бар. Жоқ. Мына жерде не кіреді сонда? 0 кіреді. Мына жақтан. Мына жерге не 0 шығады? кіреді. 0-ін 1 болады. 1 болады. Ол терістелген 0 болады. 0 мен 0 болады. 0-0. Мәссаған. Дина гений. Бұғай. Сұрақ. Жоқ. Ағай сұрақ. Жақсы. Мынау бүгіндікке соңғы тапсырма. Соңғы түйенің жүгі онша емес деген ба бар еді ғой? Мынаны схемасы. Y-XZ Айнымау. Ағай бірінші көбейтеміз. Бірінші Шайын. көбейтеміз. Y-XZ не істеп алмаймыз ба? Y, X, Z жазып аламыз. Сосын Жазып аламын. мынаны жазып алайықшы. X пен Z-тің Бірінші екеуін де сызбалаймыз ба? X пен дейді. Қосымсы. Z-тің терістелген. инверсиясы. Z бүйтіп оп деп инверсияға кіріп шығады да. Қосылып кетеді. Мына X-пен. екеуі X пен Z қосылады. қосылады екен. Мәссаған. 1 болады. Мына Y-тің терістелуі ол да кіріп шықпай ма бір рет, Ол да, иә. Иә. Бүйтіп бұл бәрі бір жерге барады да. Көбейтіледі. Оның ішіне қандай белгі болушы еді? Қосылады. Сегіз. Бір. Мәссаған. Шексіздік па не ол? Және деген белгі ғой бұл, N. N дұрыс айтасыз.
Так, бізде уақыт болғаннан кейін сұрақ болмаса, аяқтайық. Егер сұрақ болатын болса қойық. Жоқ, Жоқ, Сұрақ жоқ ағай. Жоқ. Бәрі Сұрақ жоқ. Жақсы, сау болыңыздар онда. Келесі сабаққа да. сау болыңыз. Сау болыңыз.